Келесі бізде 519 есеп бөліндінің мәнін табыңдар дейді. Ол үшін ең алдымен мына ережелерді қолданамыз есеп шығару барысында. Бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары әртүрлі болса, бөлінді теріс сан болады. Ал егер бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары бірдей болатын болса, бөліндінің мәні оң сан болады. Енді осы ережелерді қолданамыз. Бірінші есепке қарасаңыздар, екеуінің де мәні теріс санға, теріс санға тең болып тұр. Сондықтан таңбалары бірдей болғандықтан бөліндінің мәні оң сан шығады. 10,8-ді 3,6-ға бөлетін болсақ, бізде 3 шығады. Келесіде таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 16,8-ді 2,4-ге бөлетін болсақ, бізде 7 деген сан шығады. Келесі, үшіншісінде таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 2,32-ні 5,8-ге бөлетін болсақ, бізде 0,4 деген сан шығады. Келесі, төртіншісінде де таңбалары әртүрлі, сондықтан бөліндінің мәні теріс сан шығады. 53,4-ті 6-ға бөлетін болсақ, бізде 8,9 шығады. Келесіде таңбалары әртүрлі болғандықтан теріс сан шығады. 2,25-ті 0,25-ге бөлетін болсақ, 9 шығады. Алтыншысында да таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 15,2-ні 9,5-ге бөлетін болсақ, бізде 1,6 шығады. Келесіде таңбалары бірдей болғандықтан оң сан шығады. 4,6-ны 9,5-ге бөлетін болсақ, 9,2-ге бөлетін болсақ, 0,5 деген сан шығады. Соңғысында таңбалары әртүрлі, сондықтан теріс сан шығады. 4,88-ді 6,1-ге бөлетін болсақ, бізде 0,8 деген сан шығады екен.